Көрмес бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздерде мен де риза болайын. Ассалаумағалейкум. Менің есімім Руслан. Қалыңыз қалай? Қазіргі таңда ешкім еріккеннен жүрген жоқ. Барлығымыз әйтеуір бір әр жерде жұмыс жасап жатырмыз. Табыс табу, өсу, өну, адам сияқты өмір сүру деген сияқты. Бірақ өкінішке орай көпшілігіміз қанша жұмыс жасасақ та көздеген мақсатымызға жетпей жатырмыз. Қарап отырсақ қазіргі таңда қаншама адамның басында бітпейтін кредит, бітпейтін қарыз, жетпейтін ақша. Келсеңіз ғой. Міне жазылып тұр міне. Егер де сіз айлықтан айлыққа, кредиттен кредитке өмір сүріп шаршаған болсаңыз, немесе сіз қосымша табыс көзін іздеп жүрген болсаңыз, үйде отырып осылай онлайн. Қазір қатты дамып кетті ғой. Таңғалатын ештеңесі жоқ. Егер ізденісте жүрген жан болсаңыз, менің сізге ұсынысым бар, яғни айтатын идеям бар. Мүмкін сіз іздеген идея қазір мен айтатын ұсыныс шығар. Ендеше жақсылап қараңыз, көріңіз. Мен айтатын ақпарат сізге пайдалы болуы әбден мүмкін. Сізге сұрақ: 15 күнде немесе 3 айдың ішінде осындай $50.000 табыс тапқыңыз келе ме? Қазіргі таңда ол 25 миллион мен 27 миллионның арасы. Сол ақшаны сіз 15 күнде табуға мүмкіндік бар. Немесе 20 күнде, немесе 1 айда, немесе 11 күнде, немесе 3 айда. Ол бірақ сізге байланысты. Әрине сіздің тапқыңыз келеді, я дейсіз, қызығасыз. Бірақ мен айтатын идея, ұсыныс осы ақшаны, осы табысты табуға тұрарлықтай. Ендеше мен сізге осы ақшаны қалай табу керек, мен сізге соның жолын көрсетейін, түсіндірейін. Міне мына көріп тұрғаныңыз бұл Foil Tabs деген өнім. Алдымен осыны түсіндірейін. Бұл қандай өнім? Ол қолымда да тұр. Міне. Бір пачкасында 5 штук таблетка бар. Бұл не нәрсе? Бұл машинасы барларға, КамАЗ айдайтындарға, автобус айдайтындарға, жалпы бензин соляркамен жүретін жандарға өте керемет, керекті өнім. Foil Tabs деп айтылады. Бұл Америка елінен шығады. Ешқандай Қытай емес. Міне, көрінсе қараңыз. Made in USA. Енді сізге сұрақ: осы бір өніммен 11 күн сайын, 15 күн сайын, или ай сайын, или 3 айда бір деген сияқты $50.000 табыс табасыз дегенге сенесіз бе? Примерно 25-27 миллион ай сайын алып жатсаң, жақсы ма, жаман ба? Әрине жақсы. 2 айда, 3 айда бір алсаңыз да, или 15 күнде бір алсаңыз да, әрине жақсы. Осы бір өніммен сондай табыс табуға болады. Айына $100.000 табыс табуға болады дегенге сенесіз бе? Сенбейтін шығарсыз, бірақ сізге соның жолын көрсетейін. Осы бір өніммен. Енді бұл өнім қандай өнім? Қандай нәрсе? Қазір соны мен сізге түсіндіремін. Яғни осы өніммен қалай табыс табуға болады? Алдымен мына өнім жайлы түсіндірейін. Мына жерде жазылып тұр, оқысаңыз болады. Бұл өнім машинасы барларға, бензинге, солярка деген сияқты соған экономдайды. Соны экономдайды. Яғни ақшаңызды экономдайсыз деген сөз. Примерно 20%-дан 50%-ға дейін сіздің бензиніңізді, соляркаңызды экономдауға мүмкіндік береді. Неге десеңіз, қазір бензин құйған кезде оның 100% жанып кетпейді ғой. Соның 70% жанады, қалғаны түтін болып шығып кетеді, қап-қара түтін болып. Мына өнімді салатын болсаңыз, сіздің 100% бензиніңіз 100% жануына себепші болады. Яғни түтін аз шығады деген сөз. Шықпайды да деген сөз бір жағынан. Бір жағынан экологияға пайдаңыз бар. Түтін шықпайды деген сөз. Өйткені бұл 100% бензинді молекула деп айтады ғой. Соны 100% жағуына жұмыс жасайтын өнім. Біздің сөзбен айтқанда катализатор деп айтады ғой. Ақшаңызды экономдайсыз. Және көлігіңіздің жүруін арттырады, жақсартатын болады, және моторыңызды тазалайды бір жағынан. Бір сөзбен айтқанда керекті өнім. Бір пачкасында 5 штук болады. Әр несі, бір таблеткасы 500 литрге.
Иә, 500 литрге 5 пачкасы. Бір пачкасы 100 литрге. Сіз 100 литр бензин құятын болсаңыз, бір күн салып жібересіз, болды. Әрі қарай бұл өзінің жұмысын жасай береді. Яғни расход экономия деген бар, мына жерде ана көрсетемін қазір қандай эконом. Міне мына суретке мұқият қараңыз. Егер де жеңіл машиналар осыны қолданатын болса, бензин құйып отқан кезде, бір ай қолданатын болса, бір айда 34.400 теңге ақшасы қалтасында қалады екен. Эконом ғой. Немесе бір жыл бойы қолданатын болса, жеңіл машинадағылар осы өнімді бензиніне қосып, ол кезде 412.000 теңге ақшасы қалтасында қалады деген сөз. Ал егер автобус, КамАЗ айдайтындар солар қолданатын болса, бір ай осыны 688.000 теңге ақшасы қалтасында қалады екен. Егер бір жыл қолданатын болса, бензин құйған кезде, ол кезде 8.256.000 теңге ақшасы қалтасында қалады екен. Керемет қой. Енді қараңыз, егер мына жерде КамАЗ айдайтындар айына 10.000 литр бензин құятын болса, соған қарай сондай экономия. Егер автобус айдайтындар қолданатын болса, егер олар айына 3.000 литр бензин құятын болса, ол кезде бұл бір ай бойынан қолданатын болса, 206.000 теңге ақшасы қалтасында қалады. Егер бір жыл бойы қолданатын болса, 2.476.000 теңге ақшасы қалтасында қалады екен. Бұл орташа статистика бұл. Негізі мына КамАЗ айдайтындар айына 10.000 литр құймайды ғой, одан да көп құяды ғой. Автобус айдайтындар 3.000 литр құймайды айына, одан да көп құяды. Жеңіл машиналар айына 500 литр құймайды, одан да көп құяды. Бұл орташа есеппен. Мына өнім сіздің ақшаңызды экономдауға өте пайдасын беретін өнім. Енді мұқият қараңыз. Мынау маркетинг план компанияның көрсетіп қойған таблицасы. Міне, әрбір кірген адам 48 сағаттың ішінде, шарт бойынша, компанияның шартын айтайын, егер сіз кіріп осы өнімді алатын болсаңыз, бұл өнімнің бағасы жаңа жазылып тұр ана жерде. Қазір көрсетейінші. Міне, бұл өнімнің бағасы мына жерде жазылып тұр, міне қызыл, $35. Бір пачкасы міне. Ішінде 5 штук болады. 500 литрге арналған. Бір несі 100 литрге. $35. Неге доллармен айтам? Өйткені бұл америкалық компания болғаннан кейін тапсырыс берген кезде ол Америкаға кетеді. Доллардың курсы ауыса береді ғой. Соған байланысты теңгенің несі ауысуы мүмкін. Қазіргі уақытта енді $35 плюс-минус 20.000 теңге. 20.000-ға да жетпейді қазір. 19.000-ға да жетпейді. Мен груб айтып жатырмын, 20.000 деп айтып жатырмын бір пачкасы. Бірақ сіздің қаншама ақшаңызды экономдайсыз осымен. Енді сіз компанияға осы суммамен кіретін болсаңыз, мына пачканы аласыз. Әрбір кірген адам әрі қарай енді $50.000 табысты қалай табуға болады 15 күнде. Мысалы, бұл жерде таблицаны көрсетіп қойған, дұрыстап қарасаңыз, сіз келдіңіз, жаңағы $35 заказыңызды беріп, осы өнімді алдыңыз, примерно 20.000-ға, 500 литрге мынау алдыңыз. Компания айтады, сізде 48 сағат уақыт бар дейді. Яғни 2 күн ғой, 2 күн. 2 күннің ішінде сіз өзіңіз сияқты 2 адамды кіргізетін болсаңыз, өзіңіздің референс-сілтіңізбен, өзіңіздің кабинетіңіз болады арнайы. Сол жерде референс-сілтіңіз болады. Сол сілтемемен 2 адамды кіргізетін болсаңыз, 2 күнде. Олар да осындай өнімдерін алады барлығы. Шарт қандай? 48 сағаттың ішінде сіз өзіңізге 2 адамды кіргізу. Оң жаққа, сол жаққа. Бұл жерде маркетинг план бинар. Ақшаның барлығы негізі бинарный маркетингте. Оң жаққа, сол жаққа сіз 48 сағаттың ішінде 2 күнде, немесе 1 күнде кіргізіп тастасаңыз болады, немесе 1 сағаттың ішінде кіргізсеңіз де болады, ол өзіңізге байланысты. Неғұрлым жедел жұмыс жасасаңыз, соғұрлым ақшаның барлығын аласыз деген сөз ғой. Енді 48 сағаттың ішінде 2 адам кіргізетін болсаңыз, ол 2 адам да тура осы өнімді алады. Әрі қарай сол 2 адам өзінің 2 адамын кіргізетін болса, мына жерде 2 деп тұр ғой. 2 деп тұр, яғни үстінде 1 деп тұр. Сол 2 адамы ертесіне сол өзінің 2 адамын кіргізетін болса, әрқайсысы тура сіз сияқты. Осылай 15 күнге дейін жалғасатын болса, командаңыз кетті ғой былай қарай. 15 күнде сіздің табатын табысыңыз примерно мына жерде 23 миллион деп көрсетіп тұр. Қазіргі уақытта 23 миллион емес, одан да жоғары 27 миллион ба сондай. Яғни $50.000 табыс табуға сізде мүмкіндік бар екен 15 күнде. Даже сіз мына жерде қарап отырсаңыз, 7-ші күні сіз
$57 табыс табады екенсіз, 27 мыңнан жоғары. 8-ші күні сіз 90 мың теңге табыс табасыз, ол 100 мыңнан жоғары қазіргі уақытта. 9-ші күні сіз егер мынаны дұрыстап қолға алып бастасаңыз, әрбір кірген адам өзінің 2 адамның 48 сағаттың ішінде кіргізіп отыратын болса, осы $35 барлығы осы өнімді алады, барлығы оларына. Сіздің табатын табысыңыз осындай. Олар да осындай табыс табады. Өйткені барлығы соның астына кетіп жатыр, бірінің астына бірін, көрдіңіз ба? Егер тіркелім күнде болатын болса, күнде, мысалы сіз қазір кірдіңіз де, бүгін 2 адамды кіргізіп қойдыңыз. Ертесіне сол 2 адам өзінің 2 адамын кіргізетін болса, одан кейін 3-ші күні оның 2 адамы өзінің 2 адамын кіргізе беретін болса, осылай жалғаса беретін болса, онда сіз осындай табысқа шығасыз. 15 күнде $50 мың, примерно 25-27 миллион теңге табыс табады екенсіз, бар жоғы 15 күннің ішінде. Егер тіркелім күнде болса, енді қараңыз. Енді сіз қызығуыңыз мүмкін, бірақ 2 күн аз ғой деуіңіз де мүмкін. О, 2 күн өтеді де кетеді ғой деп, жаңа 48 сағат деген не ол, одан кейін не болады, түспей ма деген сияқты. Ешқандай ойындайтын ештеңесі жоқ, ол компанияның шарты ғана, көрсетіп қойған. 2 күннің ішінде осылай өзіңіз 2 адам, әрқайсысы өзі 2 адам кіргізіп отыратын болса дейді, мындай өнімдерін алады ғой барлығы. Сол кезде жаңағы табысты сіз 15 күнде табасыз да, былай айтқан кезде. 10 күнде жаңағындай ақша табасыз, 15 күнде $50 мың почти. Ал егер 2 күн өтіп кетті ғой, мына жерде мен пример келтіріп қойдым. Мына жерде таблицада көрсетілген жаңағы. Егер күнде тіркелім болса, онда сіз 15 күнде $49 мың, почти 25-27 миллион теңге табыс табасыз. Ал егер 2 күн сайын тіркелім болса, анау жаңа күн сайын ғой. Егер 2 күн сайын, мысалы сіз кірдіңіз, бүгін адам тіркей алмадыңыз, 2 адамды. Ертесіне тіркейтін болсаңыз, ол адамда тоже 2 күнде 2 адамды кіргізіп отыратын болса, ол кезде сіз 22 күнде $3072, бір айда жаңағы ақшаны бір айда табасыз ол кезде. 15 күнде емес, бір айда. Оның өзі бір айда сіз 25-27 миллион тауып отырсаң жаман ба? Жақсы ғой, конечно. Енді тағы да екінші варианты бар. Енді 2 күн аз болатын болса, ендеше 4 күнде, мысалы сіз келдіңіз, болады ғой енді адамдар. Бір адамдар келеді да, ол бір күнде үлгермейді, 2 күнде де үлгермейді ол, түсінгенше. Егер 4 күнде тіркейтін болса, өзінің адам, мысалы мен кірдім, менде 4 күн уақыт бар, мысалы 4 күн ішінде мен 2 адам кіргізетін болсам, сол 2 адамда тоже өзінің 4 күнде өзінің 2 адамды кіргізіп отыратын болса, солай 15 күн бойы, бір ай бойы. Ол кезде сіз 44 күннің ішінде, 44 күнде $3072 табыс табады екенсіз. $3000 енді 2 миллионнан жоғары ғой, примерно. 2,5 миллионнан жоғары. Миллионнан жоғары. Қателестім. $2000 миллион болса, миллионнан жоғары 44 күнде. 60 күнде сіз $50 мың табады екенсіз, 2 айда. Егер 4 күнде тіркелім, 4 күннің ішінде болып тұрса 2 адам. Мысалы мен кірдім де 4 күннің ішінде 2 адам тіркедім. Сол кезде бұл. Ал егер де сіз 4 күнде аз болса, онда 6 күннің ішінде тіркейтін болса, 6 күн. Сіз келдіңіз, өнімді алдыңыз, сіз 2 адам іздеп жатсыз, айтып жатсыз, 1 күн өтіп кетті, 2 күн өтіп кетті, 3 күн өтті, 4 күн өтті, 5-ші күні 2 адам табылды. Яғни общий 6 күн. 6 күннің ішінде 2 адамды тіркейтін болсаңыз, осы жаңағы 20 мың теңгеге, $35-ға, ол адамдар сөйтіп 6 күннің ішінде 2 адамды кіргізіп отыратын болса, онда сіз жаңағы табысты $3072-ді 66 күнде табасыз, 2 ай 6 күн. Ал $50 мың сіз 90 күнде, яғни 3 айда табады екенсіз. $50 мың, 27 миллионды бар жоғы 90 күнде таба алады екенсіз. Енді сізге сұрақ. 2 адамды 20 мың теңгеге, бар жоғы 20 мың теңгеге, $35-ға 2 адамды 6 күнде табуға бола ма? Болмай ма? Тіркеуге бола ма? Болмай ма? Әрине болады. 1 сағатта тіркеп тастауға болады даже. 1 сағатта 10 адам тіркеп тастауға болады. Мен сізге былай просто уақыт несін айтып жатырмын да. Енді доллар түсінбейтін болсаңыз, мен теңгемен айтайын, бұл теңгемен қанша екен. Енді қараңыз, мен доллардың курсы $3072. Яғни біріншінде көрсеттім ғой. 11 күнде $3072 тапсаңыз, 11 күнде ол 1,659,000 теңге да, 11 күнде. Немесе 22 күнде табатын болсаңыз, 22 күнде 1,659,000 теңге таба алады екенсіз. 44 күнде де осындай ақша таба аласыз. Ал енді қараңыз, мына жерде астында $49,000. 15 күнде
орындайтын болсаң, жаңағы күнде тіркелім болатын болса, екі адам, әр адам өзінің екі адамымен 26 миллион теңге табысты сіз 15 күнде таба аласыз. Ал егер 2 күн сайын тіркелім болатын болса, 2 күн сайын, адамдардың бәрі 2 күн сайын, ол кезде 30 күн, бір айда табасыз бұл ақшаны, 26 миллионды. Ал егер 4 күнде тіркелім болатын болса, онда 2 айда табасыз 26 миллионды. Егер тіркелім 6 күнде бір болатын болса, яғни әрбір кірген адам 6 күннің ішінде 2 адам кіргізіп отыратын болса, әрқайсысы, онда сіз бар жоғы 90 күн, яғни 3 айда 26 миллион теңге табыс табады екенсіз. Енді қараңыз, мен 26 миллионды қазір көбейтемін. Міне калькулятор. Мысалы, сіз 26 миллион 566 мың 800 теңге, 90 күн. 3 айда табатын болсаңыз, 3 айда. Сонда сіз күніне, күн сайын сол кезде сіз 295 мың, яғни почти 300 мың теңге табыс табады екенсіз, күн сайын. Ойлаңызшы. Ал егер 2 айда бір табатын болсаңыз, 60 күнге көбейтейік, 60 күн. 2 айда осы ақшаны табатын болсаңыз, жаңа жеткен болсаңыз, осы сумаға 26 миллионға. Ол кезде сіз күніне табатын табысыңыз 442 мың теңге. Күн сайын 442 мың теңге табыс тауып отырасыз бұл айтқан кезде. Керемет қой? Ал жарайды ол ладно. Егер 30 күн, бір ай, егер жылдам жұмыс жасайтын болсаңыз, онда сіз осы ақшаны бір айда табатын болсаңыз, сіздің күндік табысыңыз примерно міне 885 мың теңге табыс тауып отырасыз күн сайын. Ойлаңызшы. Немесе 15 күнде тапсаңыз ол ақшаны, жаңа айтқандай, кәдімгідей 15 күнде. Міне 15-ке көбейте салайын. Ол кезде сіз 15 күнде сіз 26 миллион табыс тапқан болсаңыз, онда сіз күнде табатын табысыңыз 1 миллион 770 мың теңге. 1 миллион. Енді қараңыз, 90-ды бүйтіп қайттан қойып қойын. 90. Міне. 3 айда осындай табыс тауып отырсаң жаман ба? Мысалы, 3 айда асықпай жұмыс істейді. Асықпай болғанда жаңа 6 күн. Әрбір кірген адамда 6 күн уақыт бар. 6 күн. Енді 6 күнде 2 адамды табуға болады ғой, мысалы, 2 адамды кіргізуге болады. 20 мың теңгеге, бар жоғы 20 мың теңге. 35-ақ доллар. Мен түсінемін, 50 мың, 60 мың, 100 мың теңге болса бір жөн енді. Оны таба, кейбір адамдар ол ақшаны таба алмайды. Бар жоғы 20 мың теңге. Плюс-минус айтып тұрмын мен. Басқа проектлерді көріп отырмын ғой, 200 мыңға кіргізіп жатыр адамдарды. Ол жерде табарды алмайды, ештеңе де алмайды. Просто воздухқа салып жатқан адамдарды көріп отырмын мен. Ал мына жерде оның қасында әрбір кірген адам осы өнімді алады ғой. Енді сізге сұрақ жаңа қойдым. 6 күнде бар жоғы 2 адамды 20 мың теңгеге кіргізуге болады ма? 35 долларға. Әрине болады. Тура солай 6 күнде сөйтіп жұмыс жасайтын болсаңыз, осылай асықпай, сіз бар жоғы 90 күнде 3 айда сіз 26 миллион табыс табады екенсіз. Яғни ол кезде сіздің күндік табысыңыз 295 мың теңге болады. Бір күнде елдер осы ақшаны алу үшін үй көрмей, күнде 20 жылдап, 40 жылдап жұмыс істеп жатыр ғой. Үй көрмей, уақыттары жоқ. Бір 200 мың теңге үшін, 100 мың теңге үшін жұмыс істеп жатқандар бар. Демалмай, үй көрмей, өмір бойы жұмыс істеп жатыр еще. Еще өмір бойы кредит төлейді. А сізге сол керек па? Ал мұны жұмыс істеуге стоит па, не стоит па? Менің ойымша стоит жұмыс істеуге. Ойлаңызшы, сіздің жұмыс тек қана қандай жұмыс? Сіздің жұмыс осы өнімге реклама жасау, ақпарат айту, осы өнімдер жайлы әлеуметтік желілерге шығып, адамдарға айтып, осы өнімдер жайлы айтатын болсаңыз, көп адам білмейді мынаны. Осы бір өніммен сіз осындай табыс таба аласыз. Көрдіңіз бе, мен сізге пример көрсетіп бердім. Былай қараңыз. Ойлаңыз, күн сайын 295 мың теңге. Сіздің еңбегіңіз ақталады ғой. 3 ай бар жоғы. Барлық мына өнімді алады. Сіз ойлап қалмаңыз, пирамида, лохотрон деп. Бұл пирамида емес. Пирамидада ешқандай адам салған ақшасына товар алмайды. Есіңізде болсын. Ал мына жерде әрбір кірген адам салған ақшасына осы өнімді алады. Бар жоғы. Бір өнім. Қалтаға да сиіп кетеді. Көрдіңіз бе? Сондықтан да жақсылап ойланыңыз. Егер де осындай 3 айда, бар жоғы 3 айда 26 миллион табыс тапқыңыз келсе, онда осы маркетинг планды қолға алсаңыз болады. Хабарласыңыз, көмектесем, түсіндірем,
қалай жұмыс жасау керек, оның бәрін көрсетемін, түсіндіремін. Уақытыңыз бостан бос кетіп қалмасын. Егер осындай табыс тапқыңыз келсе, егер өмір бойы жұмыс жасағыңыз келсе, қаншама адамдарды көріп отырмын ғой, 50 мыңға, 100 мыңға, 200 мыңға жұмыс істеп жатыр, таңынан кешке дейін уақыттары да жоқ олардың. Бастарында кредит, керісінше, миллион кредит, ешқашан бітпейтін. Міне, келдіңіз, жасадыңыз, тек қана сөйлейсіз, ақпарат бересіз, болды, басқа ештеңе жоқ бұл жерде ешқандай. Егер солай жасайтын болсаңыз, сіз осы BEP компаниясында ең жоғарғы статус зеленый бриллиант боласыз. Зеленый бриллиант деген табысқа шығасыз, статусқа көтерілесіз бұл айтқан кезде. Ал мен сізге осы компанияның бір ғана өнімімен осындай табыс табуға болатын жолын көрсеттім. Ал одан басқа қаншама сіз білмейтін табыс көздері көп бұл жерде. Сіз білмейтін мынадан да басқа өнімдерді сіз білмейсіз. Мен сізге бір ғана өнімін көрсетіп отырмын компанияны. Ал бұл компанияның тағы да басқа өнімдері бар. Тағы да басқа маркетинг пландары бар бұның. Ойланыңыз. Осындай, міне, Fuel Tabs деген өнім, жаңағы бензинге. Бұл америкалық өнім, бұған дәлел, міне, артында Американың туы тұр, Made in USA көрінсе. Ешқандай Қытай емес, бұл кәдімгі таза өнім. Американың өзінің фабрикасынан шығады, жаңағы BEP компаниясынан. Енді қараңыз. Міне, мен айтып отқан компания, BEP компаниясы, әлемдік нарықта 2016 жылдан бері жұмыс жасап жатыр. 180 мемлекеттен аса. Аяғынан нық тұрған компания. Ойлай беріңіз, қандай компанияны мен сізге айтып отырмын, қандай маркетинг планды айтып отырмын. Міне, мынаны дұрыстап оқысаңыз, BEP компаниясына жаңадан келген серіктестер басқа жобаларға қарағанда 15 есе тез табыс табуға мүмкіндігі бар. Жаңа мен сізге көрсеттім, қанша есе табыс табуға болатынын. Еще бір ғана маркетинг план ғана көрсеттім. Еще бір ғана өніммен ғана. Және жаңадан келген көшбасшылар басқа жобаларға қарағанда 5-10 есе тез табыс табуға мүмкіндігі бар. Шынымен сондай. Бұл тұрған осы компанияның негізін қалаушы Дэн Путна мырза осындай ұсыныс. Қараңыз, көріңіз. Менің айтарым, айлықтан айлыққа жұмыс жасай бер, бірақ қосымша осыны қолға ал, қосымша. Әйтпесе қосымша қолға алмасаңыз, жетпейтін айлық ол ешқашан жетпейді. Жеткізсеңіз де жетпейді ол. Өйткені ол айлық ол. Біреудің жұмысын жасап жатырсыз айтқан кезде. Сол үшін де өзіңіздің жұмысыңызды қолға алыңыз. Мына жерде өз-өзіңізге жұмыс жасайсыз. Өзіңе би, өзіңе қожа боласыз. Бұл осындай мүмкіндік. Үйде отырып, жүрген жерде осылай табыс табуға болады. Сіздің мақсат, міне, табыс табу құралы адамдарға, әлеуметтік желілерге осы өнімдер жайлы айту, түсіндіру, көрсету, тиімділігін, табыс табу жағын. Сондықтан да қазір дамыған заман, ұялатын ештеңесі жоқ. Бәріміз әйтеуір табыс табу үшін, көтеру үшін өмір сүріп жатырмыз. Әрқайсымыз әр жерде жұмыс жасап жатырмыз, бірақ көбісі кредиттен кредитке өмір сүріп жатыр. Айлықтары жетпейді, кредит алады, сосын бір айдан кейін айлық алады, жаңа 300 мың теңге алады, 200 мың теңге алады. Енді бізді средний зарплата сондай ғой, 200 мың, 100 мың, 300 мың әрі кетсе. Оны бір айдан кейін аласыз, барасыз да кредит, жартысы кредитке кетеді, жартысы квартираңа кетеді, қалғаны тамағыңнан ауыспайды. Сөйтіп жұмысын жасай бересіз, сөйтіп уақытыңыз кете береді, бір күн өтеді, 10 күн өтеді, 1 жыл өтеді, 10 жыл өтеді, 20 жыл өтеді, 30 жыл өтеді, сосын отырасыз, ешқандай жетістік жоқ. Сондықтан да мен сізге хотя бы қосымша болса да осы маркетинг планды қолға алғаныңызды дұрыс санаймын негізінде. Онлайн, үйде отырып табыс тапқанға не жетсін? Жаңағы жерден жоғарыға шығып кете аласыз. Оның барлығы реально. Егер сіз Алматы қаласының тұрғыны болсаңыз, Алматыдан болсаңыз, менімен жолықсаңыз болады. Және Алматы қаласында әр жексенбі күні бізде офлайн кездесу болады. Әр жексенбі күні. Сол жерге келсеңіз болады. Сол жерге келсеңіз, өзіңіз сияқты, мен сияқты әріптестерді көретін боласыз. Қандай отзывтарын көресіз, қалай табыс тауып жатыр, қалай келді, эксперимент жасалады сол жақта. Қаншама историяларды көресіз өз көзіңізбен. Әр жексенбі күні Алматы қаласында ол болып жатыр. Егер Алматы қаласынан болсаңыз, немесе Алматыда таныстарыңыз болса, маған жіберсеңіз болады. Тіркеліп қойыңыз.
осы каналға, парақшаға. Өткен тағы да алда уақытта керемет видео роликтер түсірем. Сол кезде сіз бірінші болып көретін боласыз. Өзіңіздің комментарияңызды, өзіңіздің жылы лебізіңізді қалдырып қойыңыз. Лайк басып отырыңыз. Сол үшін де осы тыңдағаныңызға рахмет, уақытыңызды бөліп. Мен сізге осыны айту үшін арнайы осы видеоны түсірдім. Ал пайдасын берсін. Сізге сәттілік, ісіңізге береке тілеймін.